Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Қарағанды облысы Приозерск қаласының нөмірі 1 жалпы білім беретін мектебінің тарих пәні мұғалімі Қарабаева Маржан Есбековна. Бүгінгі сабағымыз Қазақстан тарихы 7-ші сынып. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 19 ғасырдағы білім беру мен ағарту ісі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты 19 ғасырдың екінші жартысындағы білім беру мен ағарту ісінің даму ерекшеліктерін түсініп, Жәңгір ханның ағартудағы қызметін білеміз. Бүгінгі жаңа сабағымызда кездесетін жаңа сөздер бұл медресе, яғни медресе ислам дінін оқытатын орта және жоғарғы дәрежелі оқу орны. Одан кейін зайырлы білім. Зайырлы білім дегеніміз ғылыми білім негіздері. Семинария мұғалімдер даярлайтын кәсіби оқу орындарының бір түрі. Диак, православия шіркеуіндегі 3-ші дәрежелі шендегі діни қызметкерлер болып табылады. Қазақтың дәстүрлі білім беру жүйесі бойынша орыстың белгілі тарихшы Седельников былай деді: Азияда көшіп қонып жүретін түркілердің ішінде қырғыз қазақтар басқаларға қарағанда мәдениетті халық. Сондықтан олардың болашағы зор. Бұл халық жаңалықты бойына тез сіңіреді деп айтып кетті. Білім беру жүйесі 19 ғасырдың орта кезіне дейін қазақ балалары мектептер мен медреселерде мұсылманша білім алды. 19-20 ғасырлардың бас кезінде Қазақстанда халыққа білім беру ісі діни және зайырлы бағытта жүргізілді. Медресе шәкірттері ислам дінінің негіздері бойынша философия, математика, медицина, тарих, тіл білімі және астрономия жөнінде де едәуір хабардар болып шығатын болды. 1870 жылдан бастап патша үкіметтің бастамасы бойынша медреселерде міндетті түрде орыс тілінің негіздерін үйрету енгізілді. 1867-68 жылдардағы әкімшілік реформалар бойынша мектептер мен медреселерді ашу үшін уезд бастығынан арнайы рұқсат алу керек болатын еді. Қазақстандағы ең алғашқы әдістемелік мектеп 1900 жылы Түркістан қаласында ашылды. Ондай мектептер Ақтөбе, Жаркент, Верный, Қазалы, Қостанай, Перовск, Семей сияқты басқа да қалаларда пайда бола бастады. 20 ғасырдың бас кезінде жаңа әдістемелік мектептердің пайда бола бастады. Оқытудың бұл әдісінің негізін қалаушы қоғам қайраткері Исмаил Гаспринский болды. 1835 жылы Жәңгір ханның тікелей нұсқауы бойынша мешіт ашылды. 1841 жылы Жәңгірдің өз бастамасы бойынша алғашқы зайырлы мектеп ашылды. Мектепте орыс, араб, парсы тілдері, сонымен қатар математика, география, тарих, дінтану пәндері де оқытылды. Жәңгір ханның мәдени ағарту саласындағы қызметі. Мешіт ашылды, зайырлы мектеп ашылды. Қазақ балаларын Ресейде оқыту орындарына жіберу үшін күш-жүгерін жұмсады. Қару-жарақ палатасы ашылды. Мал тұқымын асылдандыру ісі жолға қойылды. Аурухана, дәріхана ашылды. Ағаш отырғызу ісіне көп көңіл бөлді. Іс қағаздарын жүргізу тәртібін енгізіп, мұрағат қызметін құрды. Батыстың бас қақпасы Оралдан әрідегі Бөкей ордасы сонау 19 ғасырда даңқты Жәңгір хан дәуірінен қалған жәдігерлерді әлі күнге шаң тигізбей көздің қарашығындай сақтап келеді. Жәдігер болғанда ұстайтындай ұсақ түйек емес. 1828 жылы Жәңгірдің өзі салдырған хан ордасы, қазіргі тілмен айтқанда резиденциясы, ай белгілі ақ мешіт, қару-жарақ музейі, оқу ошақтары, банк, баспахана, дәріхана. Мұның бәрі Қазақ даласында ең алғаш Жәңгірдің ықпалымен ашылған ғимараттар. Жасыл желегі жайқалған мына қарағайлы орман. Мұны да Бөкейдің ұлы хан Жәңгір шыбық кезінен өзі отырғызған. Өте әсерлі, тек тарихи топырақты көзбен көріп, көңілмен сезіну керек. Жәңгір кім? Шын есімі Жиһангер, хан тұқымы. Қазақстанды Европалық елдердің қатарына қосуға ұмтылып, кәрі құрлықтан үлес алып қалған атақты Бөкейдің ұлы, Әбілқайырдың немересі, Нұралының шөбересі, Бөкей ордасының соңғы ханы. Реформатор һәм новатор, бірнеше тілді меңгерген полиглот, Европаға терезе ашып, мүлгіген қазақ даласына оқу ағарту, медицина, экономика, сауда-саттық, экология саласындағы жаңашылдықтарды әкелген азамат.
Кейін коммунистік партияның ызғары естіп тұрған ызбарлы кезеңде де Жәңгірдің ұлтына жасаған жақсылығы, ақыл парасаты, саяси көзқарасы, отарлаушыларға қарсы күресі жоққа шығарылды. Ханның рухына қиянат жасалды. Бірақ ол ұрпаққа мол ұлағат қалдырған реформатор ретінде тарихта қалды. Бөкей Ордасындағы бұл мұралар елбасы ұсынған Қазақстанның киелі жерлер географиясындағы 100 нысанның тізіміне де енді. Ендеше аймаққа сапарлайық, әйгілі музей қорығының бүгінгі тіршілігіне қанығайық. Құйқалы қоныс Бөкей Ордасы облыс орталығы Оралдан 600 шақырым шалғайда жатыр. Бұл қазіргі өлшеммен алғанда даңғайыр дала болғанымен, сол 1801 жылы Жәңгір ханның әкесі Бөкей сұлтанның иелігіндегі өлкенің бір пұшпағы ғана. Ел болам деп қазақтың басын қосып, хан Жәңгірдің тұрғызған қаласы бұл. Аттың жалында, атанның қомында көшіп қонып жүрген қазақтың алғаш қазық қағып қоныстанған жері осы. Нарын құмы, бұрынғы Жасқұс ауылы. Жәңгір хан қалың қарағайдан қиып, мына хан ордасын салдырды. Резиденцияның бас ғимараты 2 қабаттан тұрады. 23 бөлмесі бар. Төрде ханның тағы. Қабырғаны бойлай кілемдер, кілемдерге қарудың сан түрі ілінген. Ал мынау Жәңгір ханның мәртебелі меймандарды қабылдау бөлмесі. Нағыз европалық үлгіде жасалған. Саяси экономикалық, сауда-саттыққа қатысты түрлі келіссөздер осы төр бөлмеде өткен. Ал мынау хан сарайындағы 23 бөлменің бірі, яғни Жәңгір ханның жеке жұмыс кабинеті. Хан осы жерде отырып, түрлі бұйрықтарға қол қойған және тұрғындардан келген хаттарға жауап берген. Ал қарсы төрдегі бұл Жәңгір ханның жеке кітапханасының бір бөлігі. Түрлі құнды кітаптар сақталған. Ал бұл құрметті қонақтармен ас ішу залы. Сол кезде хан ордасына келген меймандар мен саяхатшылар батыс үлгісінде дайындалған тағам мәзіріне қатты таңғалысқан деседі. Ай белгілі Ақмешітте Жәңгір ханның немересі атақты жырау Шәңгерей Бөкейде алғаш әріп танып сауат ашқан екен. Бұл осы казначействоның қойма бөлмесі. Мұнда кезінде осы казначействоның сейфі тұрған негізінен. Аумағы ат шаптырым хан ордасындағы тағы бір көне жәдігер Жәңгір заманынан қалған казначейство ғимараты. Қызыл кірпіштен қаланған өрнегі өзгеше нысан өз уақытында банк қызметін атқарған. Ішінде құнды қағаздар, бағалы металдар сақталған. Ғимаратқа кіргеннен көзімізге оттай басылған мына құнды жәдігер еді. Жәңгірдің заманында Ресейде арнайы жасалған. Бөкей Ордасындағы 1867 жылы ашылған дәл осы қазынашылық мекемесіндегі ең бір көне жәдігердің бірі мына сейф. Мұнда ақша капитал сақталған. Бір қызығы, осы сейфтің салмағы 1 тонна 800 келі екен. Яғни бұл сейфті 20 адамның көтере қоюы неғайбыл. Алғашқы музей, алғашқы аурухана, алғашқы дәріхана. Хан ордасы туралы айтқанда алғашқы деген сипаттама жиі қолданылады. Себебі бұл ғимараттардың бәрі алғаш қазақ жерінің дәл осы өлкесінде ашылды және әлі күнге тұр. Мысалы мынау Жәңгірдің өз қаражатына салдырған алғашқы қыздар училищесі, анау Тарғын мектебі. Онда орыс, шығыс тілдерімен қоса арифметика, география және дін пәндері оқытылған. Осы тұста Жәңгірдің өз ақшасына Ресейдің жоғары оқу орындарына қазақ жастарын оқуға жібергенін атап өткен жөн. Ал мынау алғашқы баспахана. Негізі қазақтың ұлттық баспасөз тарихы да осы орда топырағымен байланысты. Мұнда 1911 жылы Шәңгерей Бөкей, Ғұмар Қараш, Бақытжан Қаратаевтар Қазақстан атты газет шығарған. Кейін Ұран басылымы жарыққа шығып, алаш қозғалысына үн қосты. Таңғалғанымыз, хан өз заманында отырғызған алма бағы әлі күнге жайқалып тұр. Туған елдің табиғаты мен тазалығы ол үшін әрқашан алғашқы орында болған. Ал мына құмға өскен қарағайлы алқап хан ордасының басты байлығы. Кезінде Жәңгір құм көшкінін тоқтату үшін отырғызған. Бұл хан қорымы. Қақ төрде ақтастан қиып салынған биік кесене тұр. Жәңгір осында жатыр. Оң жағында туыс інісі, дәулескер күйші Дәулеткерей мен сол жағында елі салық өлді дегенше халық өлді десейші деп жоқтаған этнограф ғалым Мұхаммед Салық Бабажанов жерленген. Атағы 6 ғырдан асқан арқалы хан Жәңгір 44 жасында дүние салды. Билікте болған 22 жылында соңына осындай мол мұра қалдырды. Тұтас қалашық салдырды. Еділ, Жайық, Ексу кент орнаған жер екен. Еуропаның үлкен бір мемлекеті сыйып кетердей кең байта құйқалы қоныстың бүгінгі тыныс тіршілігі осындай. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма жеке жұмыс. Бұл жерде медресе зайырлы білім ұғымдарын жазып шығасыздар. Балалар, бірінші тапсырманың жауабы былай болады. Медресе ислам дінін оқытатын орта және жоғарғы дәрежелі орын. Зайырлы білім дегеніміз ғылыми білім негіздері.
Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, келесі екінші тапсырмаға көшейік. Жұптық жұмыс. Бұл 5 саусақ әдісі арқылы жұптасып, не, қашан, қайда, кім, қандай деген сұрақтарға жауап беріп, осы тапсырманы орындап шығасыздар. Балалар, бұл екінші тапсырманың жауабы. Не, білім жүйесі, қашан, 1824-45 жылдар арасында, қайда, Бөкей ордасында, кім, Жәңгір хан, қандай. 1841 жылы Жәңгірдің өз бастамасы бойынша алғашқы зайырлы мектеп ашылды. Мектепте орыс, араб, парсы тілдері, сонымен қатар математика, география, тарих, дінтану пәндері оқытылды. Ол мектептің бүкіл шығын өз қаржысының есебінен өтеген. Жәңгір хан қазақ балаларының Ресейде оқу орындарына білім алу үшін қолдап қана қойған жоқ. Балаларды Санкт-Петербург, Мәскеу, Астрахан, Қазан, Орынборға оқуға жеке өзі көп жүгерін жұмсаған. Және бұл 5 саусақ әдісіне тағы да басқа жауаптар қабылданады. Бұл жауаптармен ғана шектеліп қоймайды деп айтуыма болады. Балалар, келесі сабағымыз қорытындылай келе сіздерге тест тапсырмалары беріледі. Тест 5 сұрақтан тұрады. Міне экранда көрініп тұр. Осы 5 сұраққа жауап берсеңіздер дәптерге. Жауап бергеннен кейін өз сұрақтарыңызды тексерулеріңізге болады. Бірінші сұрақтың жауабы А, екінші сұрақтың жауабы С, үшінші сұрақ А, төртінші сұрақ Е, бесінші сұрақ В жауаптары болады. Олай болса, оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй жұмысына 45-46 тақырыпты оқып, түсініктеріңізді айтатын боласыздар. Назарларыңызға рахмет.